Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Біз бұл подкастта елдегі экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени оқиғаларға эмоциясыз баға беруге тырысамыз. Және де бүгін сіздермен бірге болатын мен Арман, антрополог ғалымдар Индира және Динара, сонымен қатар саясаттанушы Шалғар Нұрсейітов. Бүгінгі тақырып тәуелсіздік мейрамы. Тәуелсіздіктің құрдастарымен бірге талқылаймыз. Достар, енді бірер күнде еліміздің ең үлкен мерекесі, тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Оның үстіне мерейтой, 30 жыл. Бірақ сіздер қалай? Бірақ маған мүлдем сезілмейді. 30 жыл бойы өзімді саналы түрде ес білгелі бері тәуелсіздік мерекесі ұлттың, мемлекеттің басты мерекесі ретіндегі мүлдем сезілмейді маған. То есть көшелерге шықсаңыздар, көшелер тәуелсіздіктің мерекесі келе жатқаннан хабардар беретіндей безендірілмеген. Әлеуметтік желілерге кірсеңіз, ол жақта жаңа жылдық корпоративтер талқыланып жатыр. Телеарналарда тек қана мемлекеттік телеарналар ғана тәуелсіздік мерекесі туралы сөз қозғап жатыр, бірақ сөздердің көбісі Назарбаевты ұлықтауға арналған. Жергілікті билік органдары көбінесе тәуелсіздік мерекесіне арнап мектеп, балабақша ашады, ескерткіштер ашады. Яғни өздерінің күнделікті жасау керек функционалдық міндеттерін, олар бір тәуелсіздікке арнап жасайды. Ал жалпы халық үшін 16 желтоқсан, 17 желтоқсан бұл sıрадан тыс, бұлай күндер, қарапайым күндер, sıрадан тыс бір мереке емес, қарапайым бір күндер болып есептеледі. Сіздердің ойларыңызша қалай ойлайсыздар? Неліктен 30 жылда еліміз азаттықты басты мереке қылып, әлде басты құндылық ретінде тәуелсіздікті орнықтыра алмай келе жатыр? Шәке, өзіңізден бастасақ. Менің ойымша, тәуелсіздік күнінің Қазақстандағы ұлттық мейрамның ең басты мерекеге айналмаған себебі бұл қазіргі биліктің табиғатымен тікелей байланысты деп ойлаймын. Яғни авторитарлық билік бірінші кезекте билікті ғана емес, сонымен қатар тәуелсіздік күнін тойлауды да бір өзінің жекеменшік мерекесі секілді қарайтын сияқты. Көбінесе 30 жылдықта, мысалы мен биыл 29 жыл бойы тәуелсіздік күнінің қарсаңында тәуелсіздіктің құрбандарына басқаша көзқарас қалыптастыру, оның бөлек 30 жылдың ішінде жасап үлгермеген қандай істеріміз бар, соған тоқталатын шығар деп күткен едім. Бірақ бізде сол парадтық көңіл күй 30 жыл бойы тек қана билік, Қазақстан халқына тек қана жеңіс сыйлаған билік ретінде өзін танытып келе жатыр. Одан бөлек толықтай келсем, осы биылғы жылдың 3 шілдесінде барлықтарымыз білеміз, Назарбаевтың 17-ші қателеспесем ескерткіші Астанада ашылды. Сол ескерткішті ашып тұрып, Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздіктің символы Назарбаев деген сөйлемді айтты. Одан кейін осы кеше ғана, қателеспесем, Нұрлан Нығматуллин Назарбаев пен тәуелсіздік ұғымдары егіз ұғымға айналды деген ойды айтты. Яғни бізде ұлттық мерекеге айналмауының себебі осы күннің. Меніңше осы тәуелсіздікті тек қана бір тұлғамен байланыстыру, оның айналасындағы төңірегіндегі азшылықпен байланыстырудың нәтижесінде бір халықтық, отбасылық мереке айнала қоймады. Бұл ең басты себебі деп ойлаймын. Екіншіден, бізде мемлекеттік шешім қабылдауға, саясаттық шешім қабылдауға азаматтар қатыса алмайды. Әрине 19 миллион халықтың барлығын парламентке отырғызып қою мүмкін емес, немесе әрбір шешімді 19 миллион халықпен ақылдасып отырып қабылдау мүмкін емес. Бірақ осы демократиядағы ең басты құрал бұл әділ, ашық сайлау. Өкінішке қарай 30 жылдың ішінде бізде бірде-бір сайлау әділ, ашық өткен деп ешбір халықаралық авторитетті, абыройлы ұйым мойындаған емес. Сол себепті біздің азаматтар осындай мемлекеттік маңызы бар іс-шаралардан шет қалғаннан кейін, одан бөлек күнделікті өздерінің құқықтары толық қорғалмайтын көргеннен кейін, мүмкін тәуелсіздік күнін өздерін толық азамат сезінбегеннен кейін тойламайтын шығар. Бұған әрине зерттеу керек шығар, әлеуметтік, антропологиялық, тағы да басқа зерттеулер керек деп ойлаймын, осыны анықтау үшін. Негізінде мерекелер
ұлттық мерекелердің болсын, кез келген мемлекеттік деңгейдегі мерекелердің екі түрі бар, біреу ол мемлекеттік деңгейде ұйымдастырылады, екіншісі ол отбасында тойланатын мерекелер. Тәуелсіздік күні, ресми түрдегі тәуелсіздік күні негізі ол ұлттық мемлекеттердің мемлекеттілікті тойлайтын ресми институция, сондай мереке. Бұл жерде негізі билік органдарының осы күнді ұйымдастыру. Біз қазір байқаймыз, мемлекеттік институттар да жұмыс жасайтын адамдар ол күнді мүмкін сезініп жатыр, оларға деген марапаттаулар беріліп жатыр, немесе концерттер балабақша, мектептерде, университетте істесең сондай шаралар ұйымдастырылып жатыр. Мемлекет, тек менің ойымша, осы мемлекеттік қызметте істемейтін адамдар бар ғой, кәдімгі қалай айтады, қоғам, азаматтық қоғамға менің ойымша қазір алаң, площадка жоқ сияқты да, өздерінің осы күнді тойлауы үшін. Одан кейін бұл жерде, білмеймін, кез келген адамда, бізде Қазақстанда бұл күнді тойлау керекпіз бе деген дилемма тұрады да, өйткені желтоқсан оқиғасы да осы уақытқа сәйкес келеді. Нақты бұл күнді тойлау керек деген бір легитимация керек сияқты да, өйткені сен тойлап жатып, бірақ желтоқсан құрбандарын еске алмадық деген сияқты басқа осындай тарихи жады дейді ғой, біздің басымыздан өткен, кішкене кедергі келтіретін сияқты. Бұл желтоқсанның өзі тәуелсіздіктен гөрі желтоқсан ызғарлы, суық, осындай жаңағы жастардың қырылған күні деген сияқтымен ассоциация болады. Жалпы қалай ойлайсыздар, жалпы осы дилемма 16 желтоқсан тойлану керек па, жоқ па, сол кедергі болып тұр ма? Халықтың мысалы өзі де тойлауға сезінуге болатын еді ғой, 30 жылда тәуелсіздік басты құндылық ретінде. Ешкім шек қоймайды оған, ешкім оған өткізбеңдер, тойламаңдар деп ешқандай кедергі жасамайды ғой биліктің өзі де. Қарапайым халықтың өзі неге әлі күнге дейін мысалға тойлай алмауда, кеңінен сезінбеуде жайында соны бір. Жаңағы айтқандай қарапайым халық барып, мысалы, мемлекеттік маңызы бар орындар болады ғой, музей болсын, орталық алаң болсын, оны халық өзі ұйымдастырмайды, оны ұйымдастыратын негізі мемлекеттік органдар. Жаңа Динарамен келісем, адамдарда әлі осындай дискурс бар да, бұл күнді біз тойлауымыз керек па, қайғыруымыз керек па деп. Шын мәнінде әлі бір ортақ шешім жоқ сияқты, себебі екі ойды қолдайтын адамдар бар. Сіздер қалай ойлайсыздар, 16 желтоқсан қаралы күн болу керек па, жоқ әлде қуанатын, тойлайтын, ел болып мерекелейтін үлкен бір мереке болу керек па? Қалай дегенмен де енді біз азаттық алған, азат ел болған, өз билігі өз қолына тиген ел ретінде бұған қуануымыз керекпіз ғой. Және де осындай тәуелсіздік күннің келуі қаралы күн ретінде қаралса, жалпы көзқарасыңыз қандай бұған? Может, біз ара жігін ажырату керек шығар осы күнге дейін. Билік осы тарапта жұмыс істеу керек шығар. 16 желтоқсанды бір қаралы қорқыныш күйден арылту керек шығар, мүмкін. Қалай ойлайсыздар? Енді барлығымыз келісеміз деп ойлаймын. 16 желтоқсан бұл көптеген азаматтар үшін бір екі ұшты сезімде болатын күн. Өйткені Динара айтқандай, желтоқсан оқиғасымен байланысты 16 желтоқсан. Одан бөлек 2011 жылғы Жаңаөзен трагедиясы бар. Ол да 16 желтоқсанды бір дилемма арқылы қарайтын күнге жеткізді. Одан бөлек 16 желтоқсан бізде билік барынша жастарды бақылауда ұстауға тырысатын күн. Мысалы, Алматы қаласында қазір білеміз, Фейсбукта көптеген кісілер жазып жатыр, студенттерді қайтарып жатыр екен өз туған қалаларына, ауылдарына. Өзімізде студент болдық қой, барынша мысалға жатқандан шығармады, үйлеріне қайтарып жіберіп тұрды. Онда біз оқып жүрген кезде де болатын, осыдан бір 7-8 жыл бұрында болатын, одан ертеректе болады деген әңгімені естідік біз Алматыға келген кезде. Бұл Алматы қаласында емес, Астанада да, мысалы, ірі қалаларда көбінесе осындай бақылауды ұстауға тырысады. Одан бөлек оппозициялық күштер де айта кету керек, олар да осы 16 күнді бір өзінің жақтастарын мобилизациялау үшін, өз жақтастарын саяси сахнада бар екенін көрсету үшін 16 желтоқсанда пайдалануға тырысатын секілді. Бұл жерде ешқандай негативті коннотация айтып жатырмын, бұл біз күнделікті жыл сайын бақылап жүрген нәрселер. Олар тіпті гүл шоқтарын қоюға барамыз деген күннің өзінде де бізде полиция, мемлекеттік орындар оларға қарсылық білдіреді. Әкімшілік таңертең барып гүл қояды, одан кейін олардың әкімшілікке қатысы жоқ азаматтар гүл қояйын десе, оларға кедергі келтіреді, мысалы, кейбір жағдайларда. Біз әлде 16 желтоқсан бір мереке ретінде, қуаныш ретінде емес, бір қорқыныш үрей тудыратын дата сияқты. Бірақ мен бұл жерде бір дилемманы анықтап алу керек сияқты да. Меніңше
азаттықтың жолында құрбан болған азаматтарды еске алу бұл барлық мемлекеттің көптеген мемлекеттер тарихында бар нәрсе. Яғни оларға әруақтарына құрмет көрсету, оларды еске алу, мемлекеттік деңгейде әрбір отбасында оларды еске алу деген секілді шаралар болатын болса, менше бір қарама-қайшылықты көріп тұрған жоқпын, былай көзге ұрып тұрған. Яғни таңертең мысалы әрбір азамат өзінің діни наным сеніміне байланысты, одан бөлек азаматтық ұстанымына байланысты азаттық құрбандарын еске алса, оларға дұғасын бағыштаса, немесе бір минуттық үнсіздікпен еске алса, одан кейін қала орталықтарында мемлекеттік ұйымдардың қолдауымен ұйымдастырылған мерекелік іс-шараларға қатысатын болса, кешке мүмкін ақш-тағыдай жаңағы салюттердің атылуын көретін болса, меніңше бұл керісінше қайта халықты біріктіретін, ауыз бір арттыратын мереке болатын сияқты көрінеді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Иә, мен де негізінен ойлаймын, шынымен біз деген тәуелсіздікті, біздің ел болған күнімізді жалпы тойлау керек деген. Әйтпесе тәуелсіздік күні деген күн бар, бірақ біз оны осы елдің азаматтары ретінде сезінбейміз. Тек осы жақында ғана бір танысым тәуелсіздік енді маған ерекше мейрам болады деді. Осы тәуелсіздікті мен ерекше қарсы аламын деп. Оған себеп ол ізденіп өзінің тарихын, мен кіммін деген сұрақтарға көп ізденіп жүрген жаңағы азамат, және де көп халықтың арасында қазір сондай сұрақтар туындайды. Біз кімбіз деген, біздің тарихымыз қандай болған, қызығушылық. Шынымен де біздің басқа елдерден тәуелсіз, расымен де егемен ел екендігімізді нағыз жаңағы сезініп бағалайтын уақыт келген сияқты. Ол жаңағы қаралы күннен бөлек те бізге нағыз жаңағы тойлайтын күн керек. Тәуелсіздікті тойламағанда біз қандай күнді тойлау керекпіз? Иә, әрине. Ол еліміздің, мен ойымша, ол былай да, еліміздің басты мерекесі бұл тәуелсіздік. Өйткені тәуелсіздік басты құндылық болды. Бұл ешбір талқыланбайтын нәрсе болу керек та. Бірақ бізде 16 желтоқсан андай ішкі бір сезім жоқ. Тәуелсіздік мейрамы мерекесі келе жатыр, біз тойлаймыз, міне қайтадан өзіміздің азат екенімізді тағы да бір паш етіп, және де соған бір шүкіршілік ететін күн сияқты емес, керісінше бір үрей 16 желтоқсан, 17 желтоқсан тезірек өтіп кетсе екен деген бір ой бар да. Осы күндер тезірек өтіп кетіп, ары қарай жаңа жылды бір күйбелең тіршілік басталып кетсе екен тезірек деген ой бар да. Және де бұған бірден бір себеп жасайтын да, және сол билік. Сіздер жастарды үлкен қалалардан шетке тысқары аластатып тастауға тырысу, алаңдарды жауып тастау, сол күндері полиция қызметкерлерінің, әскер қызметкерлерінің ерекше көбейтуі, сол күндер мысалы полицияда жұмыс істейтін немесе арнайы ұйымдарда жұмыс істейтін қызметкерлерді демалшы ол күндері. Барлығы бір қуандың орнында кейінше бір үлкен бір неде жүреді, стрессте жүреді, және жинақы жүреді, әрдайым. Әйтеуір бірдеңке болып қалса, дайын болу керек деген сияқты. Бір мынандай ойда бір тәуелсіздіктің біз алып, басқа бір әлде сырттан бір администрация басқарып келе жатқан сияқты. Мына халық бір шектен шығып кетпесе екен, мысалы деген сияқты ой болады. Және де жаңа Шалқардың айтып жатқанымен келсем толық. Белгілі бір алгоритм болу керек та, сіз тойлаудың алгоритм болу керек, және де оны біздің елбасымыздан бастап президент оны енгізу керек. Сіз бір минуттық үнсіздік жариялау керек шығар мүмкін, және діни жоралғы бойынша, наным сенім бойынша белгілі бір істер жасау керек шығар. Бірақ одан кейін тәуелсіздік ары қарай тойланады. Осы 2 күн тәуелсіздік мерекесін тойланатын күндер болу керек деген сияқты. Жалпы енді тәуелсіздік тек қана бізде ғана тойланбайды ғой. Шетелдерде тойланады. Шетелде қалай тойланады? Бұл мерекелерге қандай көңіл күйде қарсы алады? Мемлекеттік билік ол үшін не істейді? Халық қалай қарсы алады? Мен Германияның мысалын айтқым келіп тұр да, енді өзім сол жақта тұрғаннан кейін. Негізі Германияда барлық елдер тәуелсіз күн тойламайды. Кейбіреулерде ол бірігу күні, unification day деп айтады ағылшынша, немесе кейбір елдерде ол ұлттық күн, мемлекеттің күні, республика күні деген сияқты тойланады. Германияда 3 қазан тойланады жыл сайын, сол бірігу Германияның біріккен күні ретінде. Негізі неліктен бұл датаны, осы күнді таңдағаны қызық. Негізі сол жаңағыда 2 Германияны 2-ге бөліп тұрған қабырға құлаған күн ол 9 ноябрь, яғни басқа күн. Бірақ 9 ноябрь күнін ұлттық күн ретінде тойлай алмауының себебі, одан бірнеше өте көп жылдар бұрын дәл 9 ноябрь күні Гитлердің билігі
қалай айтады, билікте тұрған кезінде 9 ноябрь күні еврейлерге қарсы, еврейлердің мүліктерін немесе синагогаларына қарсы жаңағыдай сындыру, қирату, оны кристалнах деп айтады да немісше. Сол күнмен сәйкес келіп тұр. Яғни бір жағынан бұл күн жаңағыдай тарихтағы бір қара дақ болып тұрған күн, екінші жағынан жаңа қуанышты күн. Енді бұл жерде дилемма болады, ол күнді біз қалай ол күні қуанамыз, жаңағыдай оқиға болып тұрған күні. Сондықтан олар 3 қазан күнін қояды. 3 қазан күні негізі жаңағыдай ресми түрде Германияның екі Германияның біріккендігі, бір Германия болғандығы туралы құжатқа қол қойылған екен. Бұл күні не істейді? Немістер, мен айтпаймын, барлық немістер ол күні үйінде отбасылық бір мереке ретінде тойлайды деп, бірақ та ол күні кез келген қалада бір фестиваль түрінде болсын, жаңа қаланың маңызды жерлерінде бір іс-шаралар өтіп тұрады. Ол жерде қалыптасқан дәстүр, ол жерде жаңа тарихтан хабар беретін көрмелер ұйымдастырылады. Бұл күні не болған, не үшін бұл күнді тойлау маңызды деген сияқты көбіне ақпараттық бір іс-шаралар, концерт болады. Айтпақшы, музыканың да рөлі негізі өте жоғары, осындай бір бірлік сезімін оятуда. Мысалы, Өзбекстанда кім, Юлдус Манованың «Ешкімге бермеймін сен Өзбекстан» деген әні бір гимні сияқты болып кеткен. Тәуелсіздік күнінің бір екінші гимніне айналып кеткен. Сол сияқты бір белгілі бір дәстүрге айналған іс-шаралар. Ол бүкіл Германия бойынша ұйымдастырылады, фестивальдар. Бірақ та патриоттық сезімді оятуға арналған. Бұл жерде басты жаңа фокус ол күні Германия, екіге бөлінген Германия бірігіп бір ел болды. Кезде айырып қалған отбасылар қауышты. Қайтадан бұрын Германия екіге бөлінген кезінде отбасылар бір-бірін көре алмай қалды. Жаңада ортасында қабырға болды Берлинде. Сол қабырға құлап, енді біз бір-бірімізбен араласа алатындай болдық, көрісе алатындай, енді бір Германия ретінде біз дамимыз деп, сол жерде әртүрлі облыстар өздерінің жаңа ұлттық тағамдарын ұсынады деген сияқты. Ол жерде ол әртүрлі ғой, енді федерация әр жерде өзінің бір ерекше дәстүрлі тағамдары бар, соны ұсынады, бір-бірімен таныстырып, яғни бірлікті бірігіп тойлау күні ретінде өткізеді. Мен көрген тәуелсіздік күні деп аталмайды. Швейцарияда ол ұлттық күн, National Day, ол жаңағы федерациялардың біріккен күні. Сол күнді атап өтеді, және ол жаз кезінде, жылы кезде өтеді, және адамдар әртүрлі тойлайды оны. Бірі мысалы паркке барады, ол жерде бірге кешке от жағады, және от шашуларды қарайды. Сосын көл жағасында мысалы олардың ұлттық аспаптары бар, музыкалық альпенхорн дейтін жаңағы тау инструменті. Соны жаңағы ұлттық киім киген кісілер сол жаңағы альпенхорнда ойнайды. Және де бұл әртүрлі өзі әкімшілік ұйымдастырған кішкентай орындар болады да арнайы тойлауға. Одан кейінгі бір ерекшелігі ол тек тәуелсіздік күніне ғана емес, басқа күндерде швейцариялықтардың өздерінің ұлттық рәміздерін, мысалы туды барлық жерде қолданады. Ол жаңағы мысалы бау-бақшаларын егеді, сол жерде де олар кішкентай жаңағы флагштокқа өздерінің туларын іліп қояды. Ол жерде мысалы ұлтқа бөліну деген жоқ, жалпы швейцариялық деген, мысалы қазақстандық деген ұғымды осы ту біріктіреді. Сонысымен маған сол жаңағы Швейцарияның мысалы қызық болды. Жақсы. Вообще қызық не? Бізде де жақын осы соңғы 1-2 жылдарда ғана рұқсат етіліп жатыр ғой, туды қолдану, өз азаматтарының өз туын қолдануға мемлекет рұқсатты соңғы 1-2 жылда ғана беріп жатыр. Оның үстіне жаңағы көпшіліктің көңілі толмағаннан кейін соған бір кері реакция ретінде президенттің аузымен айтылып, президенттің шешімімен өзіміздің ұлттық рәміздерді қолдануға мүмкіндік беріп жатыр. Қызық негізі. Шалғар, сіз енді Америкада болдыңыз ғой. Америка құрама штаттарында қалай? Енді мен болашақ бағдарламасының арқасында 3 жыл ол жақта оқуға мүмкіндік алдым. Сол кезде мен ірі және кіші қалаларда тойлануды көру мүмкіндігім болды. Ең бірінші мен Калифорния Дэвис деген 45-50 мың адам тұратын студенттердің қалашығы. Сол жерде ұлттық мейрам, ұлттық жаңағы мереке, осы 4 шілдеде тәуелсіздік күнін тойлауды көруге мүмкіндігім болды. Ол кезде қалай? Әрине, Калифорнияның өзі жыл бойы күн жылы, күнделікті температура тұрақты деп айтуға болады, тек қыстың күні ғана кішігірім суытады. Бірақ 4 шілде бұл әрине материктің көп бөлігінде мерекелік көңілге сыйлайтын күн. ақш-та да жаңа Динар айтқандай Швейцариядағыдай көбінесе табиғаттың аясында қарсы алуға тырысады, барбекю жасайды отбасылармен,
одан бөлек түрлі фестивальдар болады, қаланың ішінде парадтар болады. Одан бөлек кешке ақш-тың барлық елді мекенінде 1776 жылдан бері егемендік декларациясын қабылдағаннан бері тойланып келе жатқан дәстүр бар. Орындалып келе жатқан ол жаңағы салюттердің атылуы кешке барлық елді мекендерде. Ол осындай іс-шараны мен 2016 жылы Вашингтонда көруге мүмкіндігім болды. Тіпті кейін оқып қарасам, сол кезде Вашингтонға 4 шілдеге арналған салютті көруге туристер арнайы Вашингтонға келеді екен. Өйткені шынымен де жаңағы National Mall деген жерде өте шынымен адамға бір үлкен әсер сыйлайтын, бір 25-30 минутқа қателеспесем созылатын кәдімгі салют ату рәсімі болады. Ол жерде барынша ақш-тың тарихынан сыр шертуге тырысады, себебі орналасқан жерде тарихи, мына жағында Линкольннің мемориалы орналасқан, мына жағында Джефферсонның, сол жақта Ақ үй, одан бөлек Конгресс деген секілді ақш-тың мемлекеттік институттарының ғимараттары орналасқан. Ана жерде шетелдік болсаң да, сен бір патриотизмнің рухын сезінесің. Американдық патриот болып кетесің ба? Енді америкалық патриот болу үшін ол жақта туылып өсу керек шығар, бірақ тіпті турист ретінде де барсаң, немесе сол жақта уақытша тұрып жатқан азамат ретінде көзің жетеді. Америка үшін бұл 4 шілде өте маңызды күннің бірі, тіпті ең маңызды күн деп атауға болады. Сол кезде ойлайсың, неге бізде Қазақстанда өкінішке қарай өзімізді тойшыл халықпыз дейміз, бірақ неге ең басты тойымыз тәуелсіздік күнін өз деңгейінде тойлай алмаймыз? Қайта айналып келгенде қайтадан бір дәстүрлер ғой, қалыптасқан дәстүрлер. Жаңа енді Индира да айтып жатыр, мысалы Германияның біріккен күні басқа күнге ауыстырылды. Мүмкін жаңа сіздер де айтып жатырсыз, Динара да айтты, Шәке сіз де, ауа райы, климат, күн жылы кезде халық шынымен мүмкін қуануға құштарлығы басқа болатын шығар. Бізді күнде мысалы желтоқсан аязды күн, мүмкін бір себеп сол шығар. Қалай ойлайсыз, мүмкін тәуелсіздік күнін бізге басқа бір датаға ауыстыру керек шығар. Мүмкін шынымен 16 желтоқсан бізде жаңағыдай қарал болып, бүкіл халық солай қабылдап жатса, мүмкін ол датаны қалдырып, бізге егемендік декларациясына қол қойған 25 қазан, жоқ әлде өзге де бір даталар, қазақ хандығының мысалы құрылған датасын тауып, соған жобалап, соған алып келсе, және де соған орай бір жылы мезгілге ауыстырып, әлі қалыптаса қоймаған тәуелсіздікті тойлаудың жаңа бір дәстүрін қалыптастырса, ол қалай ойлайсыз, қалай болады? Халықтан сұрау керек шығар. Негізі кез келген мереке үшін, дәстүр болу үшін, ол ауа райы маңызды емес. Ол жерде әртүрлі құралдар бар, мысалы Рождество, Крисмас. Ол қыс кезінде болады ғой. Керісінше осы жаңа жыл, немесе Крисмас сияқты, Рождество сияқты мерекелерді әтейі қоятты. Халық деген күңіреніп, бұндай суық кезде босқа енді көңіл күй болмасын деп, керісінше осындай жарқын мейрам жасауға тырысады. Негізі тәуелсіздікті солай айналдыруға болады, тек оған арнайы жаңағы билік болсын, немесе басқа да бір өзіндік бір құралдар бар. Ынтасы болу керек қойған. Бірақ негізі 25 қазан маған ұнайды. Ол кезде тәуелсіздік тойласа жақсы болар еді. Шалқар, сіздің пікіріңіз? Мен де қосылам. Мүмкін басқа датаға ауыстыру керек шығар. 16 желтоқсан осындай қаралы оқиғаларға толы болғаннан кейін, мүмкін оны 31 мамыр секілді, жаңағы 31 мамыр енді саяси репрессия құрбандарын еске алу күні ғой. 16 желтоқсан мүмкін желтоқсан және Жаңаөзен құрбандарын еске алу күні болатын шығар. Әрине, бірақ оны көпшіліктен сұрау керек, яғни референдум арқылы шешуге болатын шығар мүмкін. Бірақ менің ойымша, егер жаңа дата болатын болса, ол дата Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданған күні болу керек деп есептеймін. Өйткені қазіргі біздің конституция 95 жылы қабылданған. Ол бізді қазіргі демократиялық жолдан тайып кетуімізге себепкер болған конституция. Суперпрезиденттік, кейіннен авторитарлық режимге айналуымызға бірден бір себепкер болған заң болып тұр. Ал егер жаңа конституцияны жақын болашақта қабылдайтын болсақ, ол жерде 93 жылдағыдай конституциядағыдай биліктің үш тармағының аражығы ажыратылып көрсететін болса, биліктің тепе-теңдік және тежемелік принципі сақталатын болса, және ол күні бүкіл халықтық референдум арқылы сол конституция қабылданатын болса, бүкіл Қазақстан азаматтары осы демократияға бізді бастайтын жол деп, мысалы ақш-тағыдай тәуелсіздік декларациясын қабылдағанда үлкен әсермен азаматтар сол конституцияны талқылауға баптарын қабылдағанға дейін атсалысатын болса, менше әрбір азамат сол кезде бұл елдің бір болашағына мен де үлес қосып жатырмын, заңмен жүруге, құқықтық мемлекет қалыптастыруға мен де себепкер болып жатырмын сезінетін болса,
автоматты түрде сол күн біздегі ең ұлы күнге айналады деп ойлаймын. Енді мен бір утопиялық бір орындалмайтын реализмнен жаңағы Қазақстанның шынайылық жағдайынан хабарсыз бір шетелдік азамат ретінде пікір айтқан сияқты көрінетін шығармын. Бірақ мен осындай күн егер басқа дата болатын болса, сол датаға осылай келу керекпіз деп ойлаймын. Иә. Әркімнің егер ауысып жатсағы несі ғой, пікірі ғой. Жаңа дәстүр деп жатырсыз ғой. Жаңа жыл шынымен өте қатты күтетін, көп адам үшін басты мейрам болып кетті жаңа жыл, өйткені атмосферасы ғажап қой. Сіздің ойыңызша осы тәуелсіздік күн тойлауда дәл сондай бір керемет жылы атмосфераны жасау үшін билік қандай қадам жасау керек? Сіздің ойларыңызша не жасалу керек осы күн үшін, не жасалу керек? Қана бір жаңашылдық па, не енгізілу керек? Біз қалай тойлауымыз керекпіз сол күнді? Мен өзімнің таныстарымнан, достарымнан сұрадым, негізі осы сұрақты қойдым. Жалпы қалай тойлағыларың келеді? Атап өткілерің келеді осы күнді бір ерекше. Көбісі айтады, бір площадьқа барып, марш ретінде болсын, туымызды ұстап, бір шығып осы күнге мақтана алатындай, жаңағыдай қайғырып емес, бір қуанып тойлайтындай мүмкіндік болса екен дейді да. Меніңше билік, білмеймін, енді Қазақстанның ерекшеліктеріне қарау керек. Егер 16 желтоқсан болса, ауа райында ерекшеліктері бар, бірақ соған сәйкес адамдарға өздерінің бір патриоттылығын, осы елдің азаматы ретінде бір қатысы бар екен, осы елдің дамуына көрсетуге мүмкіндік беретіндей бір, білмеймін, алаңша деп айтам, площадка деген қалыптастыру керек. Ол жаңағыдай жаңа площадьқа бару мүмкін, ескі площадьқа бару мүмкін. Әр қалалардың орталық алаңдары бар, сол жерлерге барып мүмкін бір, білмеймін, іс-шаралар, жаңа концерт болсын, көрсетілім болып жатса, соған қатысып, кішкене тарихтан үйреніп, хабар алып, бір іс-шаралар ұйымдастырылса, және ол тек мемлекет қызметкерлеріне емес, себебі бізде мемлекеттік қызметте істейтін адамдар ғана хабары бар, оларда міндетті түрде жаңағыдай актовый залдарында бір іс-шаралар ұйымдастырылады, бірақ мемлекеттік қызметте істемейтін адамдар үшін бұл күнді бір сезінетін жер жоқ сияқты. Бізде бір не жоқ андай, қуаныш жоқ та, бізде қайғы бар. Мысалы, мектептегі жыл сайын әрбір мектепке 14-15 желтоқсан кіріп барсаңыз, не болып жатыр деп сұрасаңыз, қойылым көрсетіп жатады. Бұл Қайрат Рысқұлбековтың, кішкентай балалар, 4-5 сынып, 6 сынып балалары қолдарын қайырып, Савицкийді өлтірген сен бе деп ұрып, кәдімгідей өте жестко жасайды. Сондайды, андай бір қайғылы да, алаңға не үшін бардыңдар деген допрос болады да, сондай. Бір қуанатын, бір қуанышты не емес, сондай өте қатты нәрсе. Арман, негізі рас айтасың, бұл дәстүрді де өзгерту керек те. Мысалы, қалай бізге тәуелсіздік туралы үйретіледі балабақша немесе мектептен. Біз деген тәуелсіздік деген не? Қандай құндылық? Бұл негізінен адам құқығы екенін, адамның білім алуға, сапалы білім алуға, тегін жаңағы денсаулығына қарауға мүмкіндігі, сол осындай жаңағы адамның өмірі ең құнды деген құндылықты осы тәуелсіздікпен бірге байланысты екенін түсіндірсе, мысалы балабақшадан, ол мектептен, сонда жаңағы адамдар, азаматтары осындай оймен өседі. Мен осындай егемен елдің жаңағы толық құқылы азаматы екендігім, менің барлық құқықтарым тапталмайды. Мен кез келген жерде өзімнің елімде ең бастысы қауіпсіз сезінемін деген жаңағы осындай құндылықтар баулу керек, негізі кішкентай кезден бастап. Өйткені біз шынымен де мектептен бастап, балабақшадан шынымен біз патриот болып өсеміз. Біз жаңағы елімізді жақсы көреміз, бірақ оны шынымен де біздің тәуелсіз екендігімізге және осы күнге байланыстырып түсіндірсе, жаңа одан артық нәрсе жасамауға да болады негіз. Мен толықтай келісемін, жаңа құқық деген сөзбен. Бізде Тоқаев пен Нығматуллин айтты ғой, тәуелсіздік пен Назарбаев ұғымдары синоним болып кетті деді. Шын мәнінде тәуелсіздік пен құқық деген сөздер, адам құқықтары деген сөздер, немесе адам хақтары деген сөздер синоним болатын болса, әрбір азамат ол күннің маңызын сезінеді. Мысалы, қарапайым ғана мысал, Совет одағының кезінде шетелге шығу үшін сіз шетелге шығуға рұқсат алу керексіз. Былайша айтқан кезде виза алу керексіз өз еліңізден, өз билігіңізден. Енді қазір біз енді тәуелсіздікті туылғаннан кейін енді біз оны көрген жоқпыз, бізге бір тәуелсіздікпен бірге келген мүмкіндікті жүріп тұру, ол конституциялық бойынша адамның мызғымас ең басты құндылықтарының, құқықтарының бірі.
Ал енді мен басқа мемлекеттердің мысал туралы тарихы туралы өкінішке қарай білім таяз, бірақ енді мен ақш-та жүргеннен кейін өзің оқып жатқан бір жердің бір тарихын көбірек білгім келеді. Сол кезде мысалы мен тәуелсіздік декларациясын ашып оқып қарадым осы 4 шілденің әсерімен нақты не жазған екен деп. Соның алғашқы бірінші бетінде құқықтар деп айтады, одан бөлек 3 негізгі құқықты атап өтеді. Бұл өмір сүруге құқығы, life, liberty, одан кейін еркіндік, азаттық, үшіншісі the pursuit of happiness дейді. Яғни бақытқа ұмтылу. Осы 3 құқықты нақты атап көрсетеді. Яғни әрбір азамат тәуелсіз елдің өзін осы құқықтары қорғалғанын сезіну керек. Ал ол құқықтар қалай келді? Ол құқықтар сол мемлекеттің тәуелсіз болуының арқасында келді. Мысалы, қаншама Африкадағы елдер, Латын Америкасының елдер, Еуропадағы мемлекеттердің колониясы болды. Оларда бір тәуелсіздік күнін қалай келгені күрестер болды, қаншама ғасырларға созылған. Ол күрестерді жаңа ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру үшін жаңағы түрлі медиа құралдар арқылы, түрлі жаңағы ғылыми еңбектер арқылы жеткізіп отырады. Енді бізде өкінішке қарай енді қазір тәуелсіздігімізді еліміздің тарихын соңғы 30 жылмен ғана байлап қойдық та, бізде тіпті биліктің өзінің риторикасында қарама-қайшылықтар кездеседі. Мысалы, жаңағы енді nation building тұрғысын алып қарайтын болсақ, Путиннің мәлімдемесінен кейін Қазақстанда жаңағы шекарасы анықталмаған деген мәлімдеме жасадық қой бір жылы. Одан кейін бізде қазақ хандығының 550 жылдығын тойлауды көштік, иә. Ол да бір тырнақшаның ішінде Путиннің арқасында бір кейінге оралдық та. Иә, сұраныс туды жаңағы зерттеушілердің арасында қазақ хандығы туралы кең талқылап кетті. Кейінгі жылдары Ақ Орданы, Алтын Орданы көп талқылап кеттік, иә. Бірақ осы тәуелсіздік күні жақындаған сайын біз 91-ден бері қарай қарайтынбыз да осы еліміздің жалпы тарихына. Неге біз осы аралықта біз тәуелсіздіктен айырылып қалған, егер қазақ хандығынан бастайтын болсақ, неге патша үкіметі кезінде тұсындағы оқиғаларды еске алмаймыз? Неге Совет одағының кезіндегі? Енді Совет одағының кезінде түсінікті, өйткені қазіргі саяси элитаның көпшілігі сол кездегі элита ретінде қалыптасқан азаматтар. Десе де, қайтадан жаңа құқыққа оралатын болсақ, құқықтық мемлекет құралатын болсақ, сол құқықтық мемлекетті қалыптастыру жолында нақты әрекеттер жасайтын болсақ, меніңше тәуелсіздік күніне деген құрмет, көзқарас өздігінен өзгереді деп ойлаймын. Бірақ ол үшін жаңағыдай әрбір азамат осы елдің көк паспорттың иесі ретінде құқығы өзінің полициясынан, өзінің жаңағы мемлекеттік орындар тарапынан тапталмайтынына көз жету керек. Сонда тәуелсіздіктің басты құндылықтары болу үшін, қалыптасу үшін бұл адамдардың құқықтары ең бірінші солар қорғалу керек. Сіз осы елдің азаматы екеніңізге мақтануыңыз керексіз ғой. Ол үшін сіздің құқығыңыз тапталмау керек, және мүмкіндіктеріңіз шектелмеу керек қой. Енді сөз соңында қалай ойлайсыздар? Бір Құдай қаласа енді тәуелсіздігіміз мәңгі болса екен дейміз ғой. Біз өйтіп алысқа қарамай қойық, бір 10 жыл тұсында 2031 жылы Қазақстан тәуелсіздігі қалай тойланып жатады? Қалай 40 жылдығы қалай тойланып жатқанын қалайтын едіңіз? Менің ойымша 2031 жылы барлық үйлерде таңертең әнұран ойнайды. Ең бірінші барлығы өз еркімен мақтан тұтып әнұранды қосып, немесе көршілер жиналып мысалы әнұран айтады. Одан кейін барлығы жаңағы терезелерінен, балкондарынан немесе жаңағы туды іліп қойса, және машиналар, автобустар, мысалы қоғамдық көліктер, оларды арнайы осындай аппарат жасаса, мысалы туды іліп қойып, осы тек қана біздің егемендігіміздің символы солай көрінсе, біз сонымен мақтан тұтсақ, сонда маған мен үшін керемет тәуелсіздік күні болушы еді. Қосылам. Меніңше тәуелсіздік күнін 2031 жылы Қазақстанның барлық халқы, жаңағыдай ұлтты күн болуына қарамастан, жаңа өзінің осы елдің азаматы ретінде мақтанышпен, жаңағыдай туы арқылы болсын, басқа да символдар арқылы көрсетіп, қысылмай, ешнәрседен қорықпай, және шын мәнінде осы елдің азаматтығы үшін мақтанышпен тойласа, меніңше жақсы идеалды мүмкін тәуелсіздік мейрамы болатын еді. Менде осындай мерекеге Құдай қаласа амандық болса жетеміз деп үміттенемін. Және менің идеал жағдайдағы көрініс көз алдыма келіп отырған сол күні мүмкін арнайы Қазақстанның легитимді түрде сайланған
көпшілік демократиялық ашық сайлау арқылы сайланған президенттің құттықтауын естиміз деп үміттенемін. Одан бөлек ол кезде бізде жаз мезгілінде бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданған жаңа конституция күні, жаңа дата тәуелсіздік күні болып қабылданатын шығар деп үміттенемін. Одан кейін әрбір елдің азаматы, әрбір отбасы өзінің балконына немесе жер үй болатын болса үйінің алдына мемлекеттік туды қай жаңағы әкімшіліктен келіп штраф салып кете ма деп қорықпай іліп, немесе шыршаны қалай безендіреді жаңа жыл жақында, сол секілді туды ілу рәсімі бір рәсімге айналса, иә. Одан кейін барлығымызда енді біз сағаттық уақыттық белдеу бізде енді аз ғой, ақш-тағыдай жаңағы немесе басқа мемлекеттегілердей, Ресейдегідей көп емес мысалы бізде. Бір ғана сағат айырмашылығы бар. Мүмкін бір нақты бір уақытты белгілеп, бір минуттық жаңағы үнсіздік жариялауды қосуға болатын шығар. Өйткені енді тәуелсіздікті біз бәрібір бір маңдай термен, қанмен, еңбекпен, күреспен келген ұлы күн ретінде қабылдауымыз керек. Және расымен де біздің тарихымызда қаншама ірілі, кішілі патша үкіметіне қарсы, кейін одан кейін кеңес үкіметіне қатысты көп күшілікке қол жетпейтіндей, бірақ қағаздарда сақталған даталар, нақты мәліметтер бар. Қаншама, әсіресе мынау жер деген қазақ халқы үшін өте қасиетті ұғым. Мысалы, қаншама қазақ шаруалары жерден айырылып қалған кезде жаңағы қолындағы ауыл шаруашылығына керек құралдармен, айыры бар, жаңағы күрегі бар, сонымен қаруланған патша үкіметіне қарсы шыққан. Ол да бір меніңше өзінің жерін қорғауда бұл патриотизмнің бір айқын көрінісі. Оны да жоққа шығаруға болмайды. Одан бөлек бізде нақты зерттеулер болу керек деп есептеймін. Бізде қаншама зерттелмей қалған тарихтағы ақтаңдақтар өте көп. Оларды ешкімнен қорықпай, жалтақтамай, ғылыми тұрғыдан объектив түрде ешқандай саяси конъюнктураның қысымынсыз зерттеулер керек секілді. Сол зерттеулерге сүйене отырып, мифтерден гөрі бір тарихи шындықтарды насихаттау керек сияқты көбірек. Одан кейін ең бастысы азаматтарға биліктің өзі мойындаған, өзі қабылдаған конституция арқылы өмір сүруге жағдай жасау керек. Құндылықтарға одан кейін ең бастысы билік дұрыс құндылықтарды насихаттау керек. Бізде өкінішке қарай соңғы жылда байқасақ, мемлекеттік наградалар жауатын күнге айналып кетті бір шетінен. Кейбір азаматтар лайық, сондай азаматтар лайық деп тапса, көпшілік кейде кейбір лайықсыз азаматтар жағымпаздықпен және мақтаумен, өтірік мақтаумен жеткен азаматтарды атын атап, түсіністеп айтып жатады. Олар лайық емес деп. Яғни солдай наградалардың жауы, сол күні жауады ғой, жаңбырша. Сол девальвация ғой наградалар. Мемлекеттік құндылығын жоғалтты ғой. Сізде қазір құрмет бар ма, жоқ па, оған қарамай құрмет орденін таға береді ғой сізге. Яғни мемлекеттің өзінің тарапынан жасалып жатқан, тәуелсіздіктің қарсаңында жасап жатқан бір ағаттығы сияқты. Егер ондай мысалы, енді мен көрерменде айтатын шығар, Американы айта берді деп. Бірақ енді өзім, әркім енді өзінің көргенін, жаңа білгеніне қарай айтады ғой енді. Мысалы, президент тағайындайтын медаль бар да, мысалы, ақш-та. Еркіндік жаңағы медаль деп аталады. Оны кез келген адам ала бермейді. Мысалы, ақш-тың тарихында жалпы ондай адамдар санаулы. Бірақ олар 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жасаған еңбектері үшін алады. Олар көбінесе ағартушылық бағытындағы мәдениет, ғылым, өнер, тағы да басқа салалардағы жаңағы мемлекеттің ұлттық қорғанысына. Ал азаматтарды бүкіл халық біледі. Ал бізде мысалы сіз қаншалықты құрмет орденін білетін адамды санап бересіз саусақтарыңызбен? Мысалы біз жоқ, танымал адамдардың екісінің бірінде бар деп ойлаймын. Біреуінде бар. Жоқ, блогерден бастап әншіге дейін бәрінде бар деп. Просто мен айтпағым жаңа 16 желтоқсан алдындағы жасап жатқан дәстүрлерінің барлығы, бүгінгі биліктің жасап жатқан қалыптастырып жатқан дәстүрлерінің барлығы қаншалықты білесіз бе андай өте жеңіл және де бір өтірікке жасалған нәрселер сияқты. Ең бастысы меніңше қазіргі басты құндылық ордендер беретін кезде яғни сіз билікті қолдайтын болсаңыз, кішігірім сізде жаңағы ғылымға немесе өнерге жақындығыңыз болса, кішігірім аудиторияңыз болса, және ең басты критерий осы билікті қолдасаңыз, сізге мемлекеттік премияны алуға ешқандай кедергі жоқ. Ең бастысы дұрыс адамдар уақытылы президенттің алдына кіретін тізімге сіздің атыңызды қосып жіберсе, сіз ол орденнің иегері атанасыз. Осы арқылы біз өкінішке қарай теріс құндылықтарды насихаттап жатқан секілдіміз да.
Сол себепті бізде неге қаһарман жоқ, сол себепті 30 есім деген жаңағы жобалар ойлап тапты. Жыл сайын өткізетін ақпарат министрлігі 100 есім деген жобалар бар да. Меніңше ондай есімдерді халықтың өзі анықтап алады, егер азаматтар үшін еркіндік берсе және кедергі келтірмесе, ең бастысы адамдардың әрінің сүйікті ісімен айналысуға. Сонда меніңше тәуелсіз азаматтар көбейеді, сәйкесінше тәуелсіз азаматтар көп болған сайын бізде тәуелсіздіктің құны да артады секілді. Мен де келсем, 10 жылдан кейін дұрыс құндылықтарды насихаттайтын және де дұрыс құндылықтарға негізделген билік болады деп ойлаймын 10 жылда. Болса екен деген үміт. Және де сол күні тәуелсіздік мерекесі 16 желтоқсан бола ма, жоқ әлде басқа күнге ауыстырыла ма, маңызды емес. Бірақ жалпы халықтық Қазақстанда қазақ паспорты бар. Өзің Қазақ Республикасының азаматтымын деп есептейтін, және өзінің және бала шағасының болашағын осы елмен байланыстыратын әрбір адам үшін ең үлкен мерекеге айналдырады. Және де сол орайда белгілі бір дәстүрлер әлі де қалыптаса қояды деп ойлаймын. Дұрыс негіздегі, дұрыс бағыттағы дәстүрлерді айтып отырмын. Жалпы бүгінгі подкастқа рахмет сіздерге. Тәуелсіздік тұғырлы болсын, барлығымызге мереке құтты болсын. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. 10 жылды күтпей, ертең осы 16 күні туды іліп, әнұран айтып шығыңыздар.